Сәлеметсіздер ме, құрметті трейдерлер. Бүгін 2026 жылдың 28 мамыры бейсенбі және әлемдік қаржы нарықтары жоғары жүйкелік режимде өмір сүруін жалғастыруда. Менің ойымша дәл осы апта инвесторлардың көңіл күйі үшін біртіндеп бетбұрыс кезеңіне айналып келе жатыр. Себебі нарықтың қатысушылары арзан ақшаның дәуірі түпкілікті аяқталғанын және әлемдік экономиканың ұзақ мерзімді қымбат өтімділік, геосаяси тұрақсыздық және жоғары құбылмалық кезеңіне кіріп жатқанын түсіне бастап жатыр. Бұл енді әзірге ұзағынан созылып келе жатқан процесс, сондықтан әрмен қарай не болатынын бірге мұқият қадағалаймыз. Бүгінге біз мінекей талқылайтын тақырыптар экрандарымызда, және дәл осы жағдайлар бүгінде орын алатын болады. Әдеттегідей Еуропадағы болып жатқан жағдай және Америка құрама штаттары, яғни әлемдік ең үлкен экономикаларда болып жатқан жағдайлар әрине де өз ықпалын тигізбек дәл қазір біздің жалпы нарықта болып жатқан жағдайымызға. Және әрмен қарай талқылайтын болсақ, қазір нарықтар бір уақытта бірнеше күрделі мәселемен бетпе-бет келуде. Бұл федералдық резервтік жүйесінің жаңа командасының қатаң риторикасы, таяу шығыстағы жағдай аясындағы қымбат мұнай және Еуропа экономикасының баяулауы және ірі елдердің қарсы тұрақтылығына қарсы алаңдаушылықтарының өсуі. Осы апта әсіресе инвесторлардың 2026 жылдың екінші жартысына арналған жаһандық сценарий қайта қарай бастағаны анық байқалды. Алдымен доллармен бастайық. Және америкалық валюта негізгі валюталардың көпшілігіне қарсы күшін сақтап қалуда. Доллар индексі жергіліктік максимумның жақын деңгейінде тұр, ал нарық ақш-та жоғары мөлшерлемелердің ұзақ сақталуы сценарий барған сайын белсенділік бағалауда. Негізгі оқиға, негізгі жаңалық ол әрине де Кевин Ворштың федералдық резервтік жүйесінің бастығы қызметіне ресми кірісуі болды. Нарық оның алғашқы мәлімдемелерін жеткілікті қатаң қабылдады. Ворш инфляциямен күресі экономикасы баяулау қаупіне қарамастан ФРЖ үшін басымдық болып қала беретінін ашық айтты. Және дәл осы жерде менің ойымша инвесторлар реттеушінің болашақ саясатына деген көзқарасын өзгерте бастады. Егер көктемде нарық мөлшерлемелерін тез төмендетуін күткен болса, қазір қатысушылардың көбі ФРЖ жоғары мөлшерлемелерді әлдеқайда ұзақ сақтауы мүмкін деген сценарийді қарастыруда. Және долларға қосымша қолдау көрсететін ол әрине де америкалық облигациялардың жоғары кірістілігі. Инвесторлар жаһандық тұрақсыздық жағдайында ақш-ты әлі де капитал үшін салыстырмалы түрде қауіпсіз аймақ ретінде қарастырып отыр. Сонымен қатар ақш мемлекеттік қарызына қатысты алаңдаушылықтар да күшейіп келеді. Қарызды қызмет көрсету үшін шығындардың өсуі жиі талқылануда, бірақ нарықтағы парадокс мынада. Дәл осы жоғары кірістіліктер бір мезетте экономикаға проблема туғызып долларды қолдап жатыр. Сондықтан дәл қазір біз көріп отқандай енді доллар өте бір жоғары деңгейдегі өсім көрсетуде, бірақ менің ойымша бұл жағдай өзгеруі тиіс. Біз түсініп отқандай ерте ме кеш пе бұл жағдайлар өзгеруі қажет. Және қарама-қарсы түрде біз талқылайтын келесі жұп ол әрине де еуро және доллар жұбы. Менің ойымша еуро дамыған экономикалар арасындағы ең әлсіз валюталардың бірі болып қалып отыр. Бұл енді факт деп айтуға да келеді негізі. Және бұл жағдайда болып жатқан жалпы негізгі себеп ол еуро аймақтағы макроэкономиканың жағдайының нашарлауы. Осы аптада Германиядан әлсіз деректер жариялануын жалғастырды. Өндірістік сектор қысым астында қалуда, экспорттық белсенділіктер төмендеуде, ал өнеркәсіп өкілдері ұзақ мерзімді стагнация қаупі туралы жиі айта бастады. Оны біз өткен брифинг барысында және онымен қатар апта жаңалықтары барысында талқылаған едік. Нарық үшін ерекше алаңдатарлық белгі ол еуропалық бизнес өкілдерінің энергия бағасының жоғарылығы және қымбат несиелер инвестициялық белсенділікті жалпы баяулатып, тұншықтырып жатқаны болып жатыр. Сонымен қатар инвесторлар еуро аймақ ішіндегі қарыз проблемаларында көбірек қауіптене бастады. Италия мен Франция мысалы ретінде айтатын болса, қайтадан назар орталығына шықты. Себебі жоғары қарыз жүктемесі қымбат қаржыландыру жағдайында барған сайын қауіпті болып жалғасуда. Сондықтан нарық еуропалық орталық банктердің ФРЖ сияқты ұзақ уақыт қатаң саясат ұстап тұра алатынына күмәндана бастады. Және менің ойымша дәл осы ФРЖ мен ЕОБ арасындағы айырмашылық қазір еуро-доллар жұбына қысым көрсететін негізгі фактор болуда. Енді көреміз әрмен қарай қандай жағдай орын алатынын, бірақ жаңа ғана доллармен айтып жатқандай бұл төмендеп жатқан жағдай аяқталуы тиіс және бүгінгі нарық сессиясы барысында
біз жағдайдың өзгергенін көреміз деген ойдамын. Әрмен қарай біз талқылайтын тақырып ол әрине де Ұлыбританиялық фунт пен доллардың жұбы. Бұл жерде де жағдай өте қатты ұқсас, және бұл аптада жалпы бұл жұп өте жүйкелі сауда көрсетті. Бір жағынан Ұлыбританиядағы инфляция әлі де өте жоғары деңгейде қалып отыр. Бұл Англия банкінің мөлшерлемелерді ұзақ жоғары деңгейде сақтайтынына деген күтілуді жалпы қолдап жатыр. Алайда сонымен қатар ішкі экономикаға қатысты деректер нашарлап келеді. Тұтынушылық белсенділік әлсіреуі, жылжымайтын мүлік нарығының салқындауы және халыққа түсетін қаржылық қысым инвесторларды алаңдата бастады. Бұдан бөлек осы аптада Британ экономикасындағы стагфляция тәуекелдері туралы әңгімелер күшейіп бастады, яғни инфляция жоғары болып қалып, ал экономика өсім іс жүзінде тоқтайтын сценарий біз жақсы түсінетіндей. Және менің ойымша фунт қазір жоғары мөлшерлемелерден келетін қолдау мен экономикалық баяулау тәуекелдерінің арасында тепе-теңдік сақтауға тырысуда. Бірақ жалпы есебімен айтқанда бұл жерде де жағдай дәл сол доллар индексі, еуро-доллар жұбына өте қатты ұқсас болады деген ой пікір менде бар. Ал әрмен қарай біз талқылайтын тақырып ол әрине де жапониялық иена мен доллардың жұбы екенін айта кетейік. Бұл жерде енді жағдай айтарлықтай айырмашылыққа ие болып жатыр. Дәл сол айырмашылықтың кесірлерін қазір біз сіздермен бірге талқылаймыз. Жалпы есебімен айтқанда доллар және жапониялық иена жұбы ең құбылмалы валюталық жұптардың бірі болып қалуда. Жұп қайтадан өте сезімтал деңгейлерге жақындап келеді, ал Жапон билігінің валюталық интервенциялары туралы әңгімелері барған сайын күшейіп жатыр. Осы бірер неше күн барысында біз сіздермен сол валюталық интервенциялар туралы жаңалықтарды күтеміз. Осы аптада Жапония қаржы министрлігінің өкілдері валюта нарығындағы шамадан тыс алып-сатарлық қозғалыстар туралы да тағы да бір рет ескерту жасады. Алайда негізгі проблема өзгерген жоқ. Ол әрине де ақш пен Жапония арасындағы пайыздық мөлшерлемелердің өте ұзақ айырмашылығы. Ол әлі де өте үлкен екенін тағы да бір рет айта кетейік. Жапония банкі әлі де сақ әрекет етуде, сондықтан инвесторлар иенаны carry trade операциясы үшін қаржыландыру валютасы ретінде пайдалануды жалғастырып жатыр. Сонымен қатар әлсіз иена Жапонияның ішкі экономикасына айтарлықтай соққы бере бастады. Импорттық инфляция, энергия бағасының өсуі және азық-түлік қымбаттауы халық үшін барған сайын ауыр болуда. Жеке өз пікірімді айта кететін болсам, Жапон билігі біртіндеп әлдеқайда қатаң әрекет етуге мәжбүр болатын кезеңге жақындап келе жатыр. Сондықтан бірер күннен соң біз сіздермен бірге сондай жаңалықтарды күтеміз деген ойдамын. Бірақ бұл өсу динамикасы да өзгеруі әбден ықтимал. Бүгінгі жалпы сессия барысында енді мұқият қадағалаймыз бұл жерде болып жатқан жағдайды. Ал әдеттегідей біз сіздермен көшетін келесі тақырып ол әрине де Америка құрама штаттары доллары мен канадалық доллар жұбы. Бұл жерде қандай жағдай болып жатыр десеңіздер, канадалық доллар біз жақсы түсінетіндей мұнайға өте қатты тәуелді болып қалуда. Әзірге энергия ресурстарының жоғары бағасы канадалық долларды қолдап отыр, алайда күшті америкалық доллар канад валютасының нығаю әлеуетін шектеуде. Осы аптада Канада банкі өкілдері жоғары пайыздық мөлшерлемелер ішкі сұраныс пен тұрғын үй нарығынан барған сайын қатты салқындатып жатқанын да мәлімдеді. Сонымен қатар инвесторлар канадалық үй шаруашылықтардың жоғары қарыз жүктемесіне көбірек назар аудара бастады. Менің ойымша, егер әлемдік экономика шынымен әлсіз өсім кезеңіне өтсе, Канада экономикасы дамыған елдер арасындағы ең сезімтал экономикаларының біріне айналуы мүмкін. Бүгінгі сессия туралы талқылайтын болсақ, біздің болжам өзгерген жоқ, және канадалық валютаның жалпы әлсіздеуі әбден ықтимал деген ой жалпы менде өзімде бар. Әрмен қарай біз сіздермен талқылайтын тақырып ол әрине де WTI маркасы мұнайы. Бұл жердегі жағдайды егжей-тегжейлі айтатын болсақ, жағдай келесі. Мұнай нарығы жаһандық жүйкеліктің басты көзі болып қалуда. Таяу шығыстан келген кез келген жаңалық бірден котировкаларға әсер етуде. Инвесторлар әсіресе Ормуз бұғасы маңындағы жағдайды мұқият бақылауда. Бұл әлемдік мұнай саудасының маңызды бағыттарының бірі. Әлемдік теңіз арқылы тасымалдайтын мұнайдың шамасымен 20% осы аймақ арқылы өтетіні бізге жақсы белгілі. Сондықтан жеткізімдердің бұзылу қаупі инфляция мен ұсыныс тапшылығына қатысты қорқынышты бірден күшейтеді. Сонымен қатар нарық OPEC+ саясатында жіті бақылауда ұстап отыр. Альянс мұнай
бағасының жоғары деңгейде сақтау үшін өндіріс шектеулерін сақтауды жалғастырып жатыр. Алайда сонымен бірге әлемдік сұранысқа қатысты алаңдаушылықтар да өсіп келеді. Жоғары мөлшерлемелер Еуропа мен Азиядағы экономикалық белсенділікті барған сайын қатты баяулауда. Және дәл осы жерде өте қауіпті комбинация пайда болып жатыр. Қымбат мұнай мен экономиканың баяулауы бір уақытта орын алуда. Дәл осындай сценарий инфляцияны қайта күшейтіп, әлемдік өсім перспективаларын нашарлатуы мүмкін. Менің ойымша дәл қазір мұнай нарығы жаһандық қорқыныштың басты индикаторына айналып жатыр. Сондықтан әрмен қарай келетін жаңалықтарды күтеміз, бірақ әзірге енді қысқа мерзім туралы талқылайтын болсақ, өсім болып қалуы әбден ықтимал. Әрмен қарай біз талқылайтын тақырып ол әрине де алтын тақырыбы. Бұл жерде біз көріп отқандай өте бір нашар жағдайлар орын алып жатыр. Осыдан бірер күн бұрын, яғни айта кететін болсақ 11 мамыр кезінде бізде алтын тарихи максимумдардың маңайына жеткені мәлім еді. Алтынға қатысты жағдай өте қызық қалыптасуда. Әдетте геосаяси шиеленіс кезінде металл қатты өседі, алайда қазір алтын әлдеқайда күрделі динамика көрсетіп жатыр. Жаңа ғана мен ашып сіздерге көрсеткендей, осы аптада алтын қатарынан екінші апта төмендеуін жалғастыруда. Негізгі себеп ол әрине де ФРЖ-ның қатаң саясатына қатысты жалпы күтулердің өсуі, күшті доллар және облигациялардың кірістілігі жоғары болуы. Инвесторлар қымбат ақшаның пайыздық табыс әкелмейтін активтердің барлығына айтарлықтай қысым жасап жатқанын түсіне бастады. Алайда сонымен қатар геосаясат пен әлемдік экономикаға қатысты қорқыныш қорғаныс активтеріне деген сұранысты жоғары деңгейде сақтап отыр. Бұдан бөлек орталық банктер алтынды резервке белсенді түрде сатып алуды жалғастыруда. Бұны бірнеше өткен брифингтер барысында да біз талқылаған едік, айтып өткен едік, және менің ойымша бұл өте маңызды сигнал, өте маңызды ұзақ мерзімді сигнал болуы мүмкін. Көптеген елдер біртіндеп долларлық жүйеге тәуекелдерді азайтып, алтын үлесін стратегиялық қорғаныс активі ретінде арттыруға тырысуда. Осындай мінекей жағдайлар әзірге бар, бірақ қысқа мерзім туралы талқылайтын болсақ, менің ойымша бүгінгі жалпы сессия барысында алтын өзінің өсуін көрсетуі тиіс деген ойдамын. Және әрмен қарай қысқаша ақштағы қор нарығы да туралы сөйлесейік достар. Ол жақтағы жағдай туралы айтатын болсақ, америкалық индекстер әзірге жасанды интеллект секторындағы ірі технологиялық компаниялардың арқасында салыстырмалы түрде жоғары деңгейде сақталуда. Алайда нарық ішінде шиеленіс біртіндеп күшейіп келеді. Сарапшылардың көбі технологиялық алып компаниялар төңірегіндегі шамадан тыс жоғарылану туралы ескерте бастады. Сонымен қатар облигациялардың кірістілігі жоғары болуы акцияның нарығы үшін барған сайын маңызды бәсекелеске айналуда. Және менің ойымша ақш қор нарығы индекстер динамикасына қарағанда әлдеқайда әлсіз әрі осал көріне бастады. Егер қорытындылайтын болсақ, мамыр айының соңындағы басты тақырып ол нарықтардың арзан өтімділік дәуірінің аяқталғанын біріктіріп түсіне бастағаны. Доллар ФРЖ-ның қатаң саясаты мен облигациялардың кірістілігінің жоғарылығы арқасында күшті болып қалуда. Еуро мен иена құбылмалық проблемалардан зардап шегуде. Мұнай басты геосаяси актив ретінде қалып отыр, ал алтын біртіндеп стратегиялық қорғаныс құралы мәртебесін қайтара бастады. Нақтырақ айтатын болсақ. Сондықтан валюта алдағы апталар шикізат валюта және қор нарықтары жаңа жаһандық трендтерін қалыптастыруы мүмкін деген ой пікірлер бізде бар достар. Және осымен бүгінгі шолу өз мәресіне жетті. Назарларыңызға мыңда бір рахмет айтамыз достар. Міндетті түрде жаңалықтарды жібермей алмайтын дейтін болсаңыздар, Амаркетстің Telegram және Instagram парақшаларына жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Дәл осы YouTube арнаға жазылып міндетті түрде хабарламаларды қосуды ұмытпаңыздар. Сіздер үшін дәл осы брифингті жүргізген мен Әлішер Утамбаев, және келесі кездескенше сау болыңыздар.